Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз Медведев мәлімдемесі, Қазақстанда Украина сценарийі қайталана ма деп аталады. Қонақтарымыз саясаттанушы Дос Көшім және саяси белсенді Ырысбек Тоқтасын. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жақында Ресейдің экс-президенті Дмитрий Медведев Қазақстанға қарата даулы мәлімдеме жасады. Ол өзінің ВКонтакте желісіндегі ресми парақшасында Ақорданы айыптап, орыс ұлтына геноцид жасап жатыр, Қазақстан жасанды мемлекет деген сарында мәлімдеме жасады. Кейіннен оның ресми өкілдері бұл мәлімдемені парақша бұзылды деп түсініктеме берді бұл мәлімдемеге. Жалпы сіздер осы түсініктемеге сенесіздер ме? Жалпы Медведевтің мәлімдемесін қалай қабылдадыңыздар және қалай бағалайсыздар? Достан бастасақ, Дос аға. Сенемін, осылай бірақ нәрсе Қазақстан соғысқа дайындалу керек деген ой ғана келіп, басқа ешнәрсе деген жоқ. Бұл мен үшін бір не дейді, елден ерекше бір пікір есебінде қабылданған жоқ. Ырысбек аға, сіздің ойыңызша? Әрине, бұл Медведевтің ғана пікірі емес, бұл жалпы Ресей қоғамдағы, жалпы Ресей билік басындағы мынау Путиннен бастап барлық жаңағы депутаттар бар, бұғанға дейін айтып жүрген. Бұлардың барлығының ішкі ойы осы. Бұл тек қана жаңағы Украинадағы жағдайдан бұрын да, қазір де бұл үнемі осылай қайталанып келе жатқан, айтылып келе жатқан сөздердің жалпы ойлары осы орыстарда. Сондықтан да ол ешқандай бір жаңалық емес біз үшін де. Және де бұл қазіргі Ресей билігінің Қазақстандағы связь вообще нашар болып қалды ма? Бізге жақсы көрініп тұр. Бізге жақсы көрініп тұр, Ырысбек аға. Жақсы көрініп тұр. Жақсы тұр ма? Иә. Сондықтан да бұл ешқандай бір жаңағы Медведевтің көмекшілері айтып отыр ғой, бұл енді жаңағы немізді Медведевтің жаңағы аккаунтын бұзып кірді деген, оның бәрі ол жалған дүние. Сондықтан бұл олардың ішкі ойы, ішкі мақсаты, Қазақстанды өз жаңағы анау кешеде Ресейдің қорғаныс министрінің өзі де айтып жатыр, Совет үкіметін қайтадан құрамыз деген. Бұл сол өздерінің сондай бір жалпы өздерінің сондай бір мақсаттары ғой, осылай ғой. Жалпы енді бұл уақытқа дейін, осы уақытқа дейін мәлімдемелер жасалды ғой, мемлекеттік дума депутаттар жасады, Жириновский, Никонов сияқты азаматтар Қазақстанға қарата арандату сарындағы мәлімдемелер жасады. Бірақ Ақорда мен Мәскеу бұл Кремльдің ресми ұстанымы емес деген уәж айтатын еді осы уақытқа дейін. Бұл жолы енді Медведев бір Кремльден алшақ адам емес, ол тіпті Ресейдің экс-президенті, өз заманында президент болды. Жалпы қазір Медведевтің осындай мәлімдеме жасауына Қазақстанға қарата не түрткі болды деп ойлайсыздар? Осындай мәлімдемелердің жиілеуіне, жалпы бұл Ресейдің бір ішкі электоратқа жұмыс істеп жатқанының көрінісі ме, Ресей саяси элитасының? Осы жөнінде айтсақ, Ырысбек аға. Бұл әрине Ресей билігінің ішкі мақсаты, жаңа айтып кеттік қой, ішкі ойы. Бұл жерде айтатын болсақ, ең бірінші, бұл мына қазақ қоғамына қарсы кезекті бір шабуыл. Бұл жерде біздің енді билікпен Ресей билігінің ортасы тонның ішкі бауындай ғой. Олардың арасында анау айтарлықтай бір кикілжің, қайшылық болды. Тоқаевтың Петербургдағы мәлімдемесінен кейін, сөзінен кейін, мынау Донецк мен Луганскты мойындамаймыз деген сөзінен кейін Ресей мен Қазақстан арасы ушығып кетті деген әңгімелердің барлығы бос сөз. Ол ешқандай да екі елдің билігінің арасында ешқандай да бір кикілжің болып жатқан жоқ.
Бұл тек қана Ресей билігінің мақсаты, мүддесі, ол тек қана бұрыннан ойлап келеді. Ол Тоқаевтың мәлімдемесіне дейін де олардың ішкі мақсаты осы Совет үкіметін қайта құру. Путин сол үшін де Украинаға басып кірді. Сол үшін де ол жаңағы анау Украинадағы орыс тілді ұлттарды, орыстарды құтқарам, солар жаңағы анау ұлтшылдардан құтқарам деген ол жай ғана сылтау. Ол ар жағында негізгі мақсаты ол жаңағы бұрынғы Совет үкіметін қайтадан орнықтыру. Ол тек қана Путиннің ғана ойындағы емес. Ол жаңағы Путиннің айналасындағы жаңағы Медведевтердің бар, Шойгудың бар, басқасының бар жаңағы ойы сол болған. Сондықтан да олар осы әңгімені үнемі жиі қайталаумен болады. Және қазақ қоғамының қазіргі Ресейдің Украинаға шабуылына, осы қазақ қоғамының жаңағы Украинаны қолдауына, бұл өзінің бір, егер сіздер Украинаны күндерінде көретін күндер осы деген сияқты қазақ қоғамына бір ескерту, осындағы әсіресе белсенді азаматтарға, осыны ұлтшыл азаматтарға ескертуі, оны жаңа байқамай кіріп кетті, аккаунтты бұзды деген әңгіменің бәрі өтірік, бос сөз. Дос аға, сіздің ойыңызша? Байқайсыздар ма, жалпы бұл бағыттағы әңгімені 3 кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде айқайшылдар, Әпербақан деп айтамыз ғой, Жириновский, Лимоновтар, солар әуелі айтты. Бұл бірінші кезең. Бұл халықтың құлағына осындай адамдардың айқай арқылы жеткізу болды. Сондай айқайды жақсы көретін, кеңес үкіметін аңсайтын, Ресейдің бұрынғы державалық деңгейін сақтап қалуды көздейтін өзіміздің адамдар, басқалардың бәрі бұл айқайды сіңірді. Біраз сіңіріп болғаннан кейін олардың айқайлары жәл төмендей бастаған уақыттарда екінші топ шықты. Бұл екінші топ өте қызық. Мен сол уақыттардағы барлық Ресейдің Қазақстандағы ақпарат құралдарын қарап, мониторинг жүргіздім да, сол уақытта мынандай қызық нәрсе көрдік. Екінші кезеңде осыдан 1 жыл бұрын, 1,5 жыл бұрын сахнаға тарихшылар, саясаттанушылар шықты. Олар зерттеулер арқылы түсіндіре бастады. Иә, бұл біздің жеріміз. Былайша уақыттарда ғылыми тұрғыда негіздеме жасала бастады. Одан кейін, иә, бұл жай айқай емес, бұның негізгі бір себептері бар. Бұл кезінде біздің жеріміз болған, мынандай жағдайларға байланысты тарихты қозғады, үйтті. Қысқасы, ғылыми зерттеу тұрғысындағы негіздеме жасалды. Енді 3-ші кезеңге көшті. 3-ші кезеңде енді Ресейдің ең жоғарғы лауазым тұлғалары айта бастады. Бұның ішінде жаңағы Шойгу да бар шығар, бұның ішінде Медведев те бар шығар. Бұл 3-ші кезең. Дәл осындай жағдай жалпы барлық кезең, барлық осыған ұқсас басқа елдерді агрессия жасардың алдындағы ақпараттық осындай белгі болады екен. Бұл мысалы 39-шы жылдардағы 38-шы жылы Судет облысын Чехословакияның, Германияның басып алған уақытында алғаш рет осындай нәрселер болды. Естеріңізде болсын, сол уақытта алғаш рет әлемде неміс тілді халықты қорғау деген сөз шықты. Байқайсыздар ма? Путиннің жаңағы орыс тілді қоғамды қорғаймын деген сөзіне ұқсас. Ең бірінші Гитлердің айтқаны бұл. Одан кейін Путин қайталады. Қысқасы, бұның бәрі белгілі бір сценарий. Бұл сценарий тарихта бар. Бұл тәжірибені менің ойымша біздің басшыларымыз да жақсы біледі. Бұл енді ашықтан ашық жасалып отырған ақпараттық агрессиясы деп қабылдауымыз керек. Сондықтан менің ойымша бірақ нәрсе, тағы да қайталап айтамын, Қазақстан соғысқа дайындалу керек. Басқа ешқандай жол қалған жоқ. Жалпы енді жаңа сіз айтып келесіз ғой хронологиясын осы арандату мәлімдемелерінің. Жалпы Мәскеу осы Украинаға кірмес бұрында осындай мәлімдемелерді Украинаға қарата айтып бастаған еді. Бір кезегімен болды. Қазір жүріп жатқан, осы бірнеше жылдан бері Қазақстанға қарата жүріп жатқан мәлімдемелер, бұл Қазақстанға қарсы жасалып жатқан бір пропаганданың алғы шарттарының белгісі ме? Жалпы бұл мәлімдемелер біз үшін қаншалықты қауіпті? Біз оған қарсы қандай шаралар қолдануымыз қажет? Енді ондай қандай шаралар қолдануды мемлекет білетін шығар, бірақ қоғамда қарап жатпау керек та. Қоғамға осы мәселелердің қазақ еліне қауіпті екені түсіндірілуі керек. Барлық жағдайда. Иә, бізде қазір жаңа не дейді, ойбай Назарбаевты құрту керек, олардың туысқандарын конфискация жасау керек деген мәселе мүмкін бірінші орынға шыққан шығар. Оның ішінде жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деген сөздер. Бірақ ең бірінші орында қазір тәуелсіздік сақтап қалу мәселесі тұр. Менің ойымша енді Ресей тарапынан қазір ток-шоулар басталады. Бұл жаңағы сенің өзің айтқан Украинадағы жағдайды осылай қылды. Әуелі оларды жаңағы не дейміз, бұл біздің жеріміз деп айқайлады. Одан кейін барып зерттеушілер оны дәлелдей бастады.
Киев Русі туралы мәселелер, мақалалар жазылды, конференциялар өткізілді, одан кейін ток-шоуға көшті. Ток-шоудың аяқ жағы әскерлік кіргізді. Менің ойымша қазір тек қана біз Соловьевтардың, жаңағы Симоняндардың ток-шоуын күтуіміз керек, және ол болады деп ойлаймын міндетті түрде. Себебі олар осы арқылы біздің тарапымыздан қазір бір әңгіме күтіп отыр да, біздің тарапымыздан бір қарсылық күтіп отыр енді осы Медведевке байланысты, Шойгуға байланысты. Дәл сол әңгіме болған уақыттарда бұларда жаңағы бүкіл халықтық қазақ еліне деген агрессияның негізін салатындай психологиялық, информациялық, саяси бағыт бастайды. Менің өз ойымша осыған біз келе жатырмыз. Құдай бетін аулақ қылсын әрине, бірақ сценарийдің өзі солай келе жатыр да. Рысбек аға, сіз ойыңызша? Енді дәл бүгін ертең Ресей бізге басып кіруге қазір енді мүмкіндігі де жете қоймас, бірақ десе де олардың ішкі есебінде сол нәрсе болуы мүмкін әбден. Мүмкін екені көрініп тұр, олардың еш нәрседен аянбайтыны, оларда достық деген нәрсенің жоқтығы. Оны біз енді анау айтып жатыр ғой, орыспен келісімнің құны, оның келісім жазған қағазында құнына татымайды деп. Шетелдіктер. Сол айтпақтайық, орыспен ешқандай, атамыз қазақ айтады ғой, орыспен досың болса, қалтаңда, қойныңда айбалтаң болсын дегендей. Сондықтан ол сақтық әрине керек. Оны ең бірінші кезекте біздің билік қолға алу керек еді. Бірақ енді қазір енді биліктен ондай біз бір кереметтей бір қадамды мінезді күтіп тұрғанымыз жоқ. Сол себептен де халық әрине дайын болу керек. Халық дайын деп ойлаймын мен оған. Енді біз қазақ халқы енді ол еш нәрседен кенде емес халық қой енді, ол жағына келгенде. Бірақ жалпы бүгін ертең орыс тек қана бізге осы мынау ақпараттық шабуылмен қазір бізге осылай әсер етпекші. Өйткені сендер бізден бет бұрып кететін болсаңдар, басқа бір одақ құрып кететін болсаңдар, болмаса ақш-тың ықпалымен кететін болсаңдар, сендер де Украинаның кебін киесіңдер деген қазір бір енді дөң айбат көрсету деп есептеймін. Дәл қазіргі күні Ресейдің тап қазір Қазақстанға бүгін ертең шабуыл жасай алмайды. Ол енді оны мен толық оған қазіргі қарап отырсаңыз жағдайға, әлеуметтік жағдайына, Ресейдегі болып жатқан қоғамдық жағдайға, сонымен бірге мынау әскери олардың қазіргі күшіне қарап отырып, Ресей бүгін ертең келе алмайды. Оған әлі бір енді мүмкін Ресей Украинадағы соғыста жеңіске жететін болған жағдайда ғана келуі мүмкін. Ал қазір жағдайда соғыстың беталысы украиндардың жағына қарай, Украин мемлекетінің пайдасына қарай осы бір-екі күнде, соңғы бір-екі күнде сондай бір жақсы жаңалықтар болып жатыр. Соған қарап, тап бүгін ертең соғыс аша қояды деп енді екі тарай деп ойлаймын өзім. Бірақ Ресейдің Қазақстандағы сепаратистік көңіл күйдегі азаматтарды... Естіліп тұр ма? Естәулет қатып тұр ғымнау. Естіліп тұр, бірақ Ресейдің Қазақстандағы сепаратистік көңіл күйдегі азаматтарды пайдалану қаупі қаншалықты деп ойлайсыз қазіргі жағдайда? Бізде қанша дегенмен ресейлік телеарналарды көретін, ресейлік сайттарды оқитын, денесімен Қазақстанда, бірақ басымен Ресейде азаматтарда жеткілікті қой. Олар әрине жеткілікті, өте көп. Кешегі анау Қарағанды облысы Саран қаласындағы анау көшедегі неге тұрған танкке зарпін жазып кету, ол енді бар нәрсе. Оның бәрі ол жайдан жай істеліп жатқан жоқ. Ол сол азаматтардың өзі қойғаны емес, ол әрине Ресейдің ақпараттық агрессиясының бір көрінісі бізге жүріп атқан. Ол іште де болады Солар қауіпті, әсіресе солардың әрекеті қауіпті. Ол біздің солтүстік облыстарымызда тіптен қауіпті. Сондықтан да оған өте сақтықпен қарауымыз керек. Ол бар жағдай. Дос аға, сіздің ойыңызша осы сепаратистік көңілдегі азаматтарды пайдалану Ресейдің бізде қаншалықты қауіпті? Жалпы Ресей енді ертең солтүстік батыс шығыс Қазақстанға Украинадағыдай өзінің төлқұжаттарын әкетіп халыққа таратып бере салып, біз референдум арқылы өзіміз Ресейге қосылғымыз келеді деген сияқты дүниелер жасауы мүмкін бе? Мүмкін. Мен осыдан бір ай бұрын 28 кездесу солтүстік Қазақстанда өткіздім. 28 елді мекен, бәрі орыс тілді азаматтар. Әңгіме елді мекендердің көшелердің аттарын ауыстыру жөніндегі мақсатпен бардым. Бірақ енді халықпен тікелей сөйлестік. Сосын 12 кездесу батыс Қазақстанда өткіздім. Мен келгеніме менің қазір 3-4 күн ғана болды. Әңгіме былайда барлық
орыстар не болмаса славян халқы Ресейді толық қолдайды деп мен өзім айта алмасам да, әңгіме онда емес. Әңгімені менің көргенім, қорыққаным, бұларда бір белгілі құрылымдық деңгейдегі байланыс бар бір-бірімен. Демек, белгілі бір құрылымдық деңгейдегі жұмыс істейтін, жаңа 5-ші колонна дейміз, ондайлардың мен сипатын көрдім. Себебі біз бір елді мекенде, мысалы Ильичевкада кездесу өткізіп, екінші елді мекенге, Буденовкаға барған уақытта Буденовканың адамдары дайын тұрды да, маған қарсы сөз сөйлеуге, жаңағы елді мекеннің атын ауыстырмаймыз деуге, өздерінің уәждерін айтуға, әйтпесе жаңағы тікелей жаңағы топас қарсылығын білдіруге дайын тұрды. Сол уақыттарда мен жаңағы не дейміз, сол жиналған адамдардың ішінде әр кетсе бір 5-10% ұйымдастырушылар бар екенін байқадым. Әр уақыттарда адамдардың бәрі бірге шықпайды, адамдарды ұйымдастыратын топтар болады. Әңгіме сол солтүстік Қазақстанда мен ондай топтарды көрдім. Батыс Қазақстанда ондай топтарды көрген жоқпын. Дәл сондай ауылдар, дәл сондай селолар, ол жерде де жаңағы сан түрлі орыс тілді атаулар, бірақ дәл анандай солтүстік Қазақстандағыдай құрылымдық бірімен бірі байланысы бар дайындықты мен көрген жоқпын. Сондықтан менің қорқатыным сол 5-ші колонна осыдан мүмкін 5-10 жыл бұрын дайын болып қалғанда шығар деп ойлаймын да. Сондықтан олар халықтың белгілі бір бөлігін көтеретін айдан анық. Мысалы, Украинадағы жағдайда Қырымға орыс әскері кірген уақыттарда сол Украинаның азаматтарымыз деп жүрген әнұран айтылған уақыттарда орындарынан тұрып құрмет көрсететін адамдардың 70% Ресейге қосылып кеткенін біз білеміз. Бізде мүмкін одан да көп болуы әбден ықтимал. Сондықтан сол 14-ші жылы біздер үкіметке 14 пункттен тұратын ұсынғанбыз да, қандай дайындық жұмыстарын жүргізу керек деген. Мен соның бірде-біреуін жүзеге асқанын көрген жоқпын да. Қысқасы дайындық жұмыстарын жүргізу бізге уақыт берілді. Менің ойымша, иә, билік бірдеңе шалқасынан түспеу керек, жаңағы аналар былай деп айтты деп, билік шамасы келгенше уақыт созуға тырысу керек. Билік белгілі бір түрде жаңағы не дейміз, дипломатиялық жолды пайдалану керек шығар, тағы басқа нәрсені келтіру керек шығар. Себебі бізге қазір уақыт ол керек болып тұр, міндетті түрде. Және екінші мәселе, жаңағы Ресей Украинаны басып алғаннан кейін бізге келеді деген сияқты сөздер. Менің өзім болжам бойынша, мен енді не деймін, жаңағы әскери бағыттағы сарапшы емеспін. Менің ойымша, Ресей Украинаны толық басып алмайды. Ресей Украинаның біраз жерлерін алады да, Луганск мен Донбастың облыстарын өздеріне қосу мәселесін қойып, ана жерлерді қайтару мүмкін. Бірақ сол арқылы Донбасс пен Луганскың толық екі облысты өзіне бөліп алады. Егер Қазақстанға шабуыл жасай қойса, олар да дәл осындай. Біздің орыс тілді 6 облысымыз бар. Орыс тілді аймақ дейміз. Оның бірінші орында Қостанай менен солтүстік Қазақстан тұр. Рейтингте егер өзімізше рейтинг жасақ, екінші орында Павлодар мен Шығыс Қазақстан, үшінші орында Қарағанды мен Ақмола облыстары. Менің ойымша осы 2-3 облысты өздеріне қосып алатындай, жаңағы не деймін, соғыстың сондай түрі бар да, басып алып, кейіннен саудаласып, ана облыстарды өзіне қосатын. Мен ойымша, Украинада да осындай жағдайға бар жатыр Ресей, және егер Қазақстанға шабуыл жасай қалса, осындай болу әбден мүмкін. 3 облыс па, 4 облыс па, бұл бұрынғы біздің жерлеріміз, бұл Ресейдің жері деген мәселеменен әңгіме Қазақстанды толық басып алып, оны ұстап тұру қолынан келмейді ешбір мемлекеттің. Украинаны да толық ұстап тұрып, басып алу ешкімнің қолынан келмейді. Сондықтан бұл жерде территорияны алу ол келешектегі сауданың бірінші қадамы болып есептелетін шығар деп ойлаймын өзімше. Қазіргі кездегі соғыс бойынша да егер болашақта Қазақстанда да осындай ауыр жағдай басымыз орнай қалса, мен ойымша тек қана осындай бағытта болады. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, біздер әр уақыттарда жаңа не дейміз, егер бейбітшілікті тілесең, онда соғысқа дайындал дейді ғой. Біз сондықтан міндетті түрде етек жеңімізді жинауымыз керек. Жалпы енді осы Украинаға Ресей басып кіргелі бері жалпы Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа кірмей тұрып оған кірудің қажеті жоқ деген қарсылық болған біздің Қазақстанда. Сарапшылар айтты, тәуелсіз журналистер айтты, бірақ біз оған кірдік. Қазір бірақ ОДКБ мен Еуразиялық экономикалық одақтан Қазақстан шығу қажет деген көзқарастағы азаматтар көп саны. Ол бастамаларды қазір айтылып жатыр әртүрлі деңгейде. Жалпы қазіргі жағдайда Қазақстан осы екі ұйымнан шыға ала ма? Заң бойынша шыға алады. Кез келген уақытта шыға алады, кез келген ұйымның ондай ереженің ішінде ол бар, бірақ Қазақстанның билігі шыққысы келе ме? Бұл екінші мәселе. Менің ойымша біздің биліктің шыққысы келмей, жалпы сол не дейміз, Еуразиялық одақсыз-ақ біз Ресей менен сауда байланысын, экономикалық байланысымызды толық ұстап тұруға болатын еді, екі жақты келісім арқылы. Біз 14 жылға дейін екі жақты келісіммен жап-жақсы экономикалық байланысымыз болды, жап-жақсы болды.
Сондықтан экономикалық жалпы мына Евразиялық одақтың қажеті бар ма деген сөзді экономистер өте көп айтады да. Мен саяси жағынан келген уақытта екі жақты келісіммен сол деңгейде ұстап тұруымызға болатын еді да. Бұл не деймін, жаңағы кеңес үкіметін қайталап құру бағытындағы жоба екені сол уақытта білінді, көзге түсті. Естеріңізде болса, Ресей жағы ортақ ақша шығару, ортақ парламент құру мәселесін көтергені есімде. Әлі біздің Мәулен Әшімбаевтың оған тамаша берген жауаптары болды. Қысқасы, олар өздерінің бағыттарын толық көрсетіп отырған уақытта неге кіргеніміз мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазіргі билік одан шығуға құлықты емес, ондай мақсат қойып отырған жоқ. Сондықтан біз бұны не дейміз, мемлекеттік деңгейде ұмытуымыз керек. Иә, қоғам оны көтеріп отыр, әр уақытта көтере түседі. Әсіресе Украинадағы жағдайға байланысты көтеріп отыр, осындай агрессормен қалай біз дос боламыз деген сияқты мәселені. Бірақ билік оған құлақ аса ма деп мен үлкен қауіппен қараймын да, ондай құлақ асу мен өз ойымша мүмкін емес біздің қазіргі биліктің. Бірақ қазір Ресейдің агрессиялық саясаты кезінде, агрессиялық саясат ұстанып отырған кезінде бұл одақтан Қазақстанның шығуының бір құны қандай болады, егер де шығатын болса? Территориядан айырылу ма, жоқ әлде? Жоқ. Бұлайда қазір кезде менің ойымша біздің алдымызда екі үлкен мәселе тұр да. Біреуі, біз қазақша айтқанда бір жерімізді қысып, басымызды онан сайын иіп жерге дейін, тек әйтеуір бізге бір не дейміз, жаңағы шабуыл жасап, агрессия жасамай қойыңыздар, біз сіздердің қастарыңыздан табыламыз деп отырып, сол арқылы болашақ агрессиядан құтыламыз ба деген бір бағыт бар. Ешқандай. Екінші бағыт, біз өзіміздің жеке тәуелсіз мемлекет есебінде өзіміздің саясатымызды ұстанып, экономикалық қажеттілікке байланысты Еуразиялық одақтан, не таможнялық жағы кедендік одақтан шығу мәселесін, не болмаса ОДКБ-дан шығу мәселесін қоюдан қорықпауымыз керек та, қысқасын айтқанда. Өзіміздің жеке мемлекет есебіндегі саясатымызды ұстану бағытын күшейту керек, не болмаса Ресейге жалпақтау саясатына көшуіміз керек. Менің ойымша бір нәрседе қанша жалпақтасақ та, қанша сенікі дұрыс десек та, ол ұлаған қасқыр алады. Қасқырдың ұлығаны жеймін деген. Ол бәрібір алады. Сен оның басқа жеріне кірсең де, қолын сүйсең де бәрібір алады. Біз осыны жақсы түсінуіміз керек та. Жақсы түсінуіміз керек. Себебі Украинаның үлкен қателігі, ол қасына келіп тұрған соғыстың өзін жалпы біле тұра сенгісі келмеді. Біз қазір көріп отырған нәрсеге тағы да сенгіміз келмей отырған сияқты. Кеш қаламыз кейін. Рысбек, сіздің ойыңызша? Әрине, егер де мүмкіндікті пайдаланылғанда, Евразия экономикалық одағын мүмкіндікті пайдаланғанда, ол біздің экономикамызды көтеру үшін әлдеқайда тиімді болар еді. Ал қазір қарап отырсаңыз, экономикалық одақ тек қана Ресейдің мүддесіне жұмыс жасап отыр. Ресейдің тауарларының осы Евразиялық экономикалық одақта сатылуына мүмкіндік жасап отыр. Бізде ондай өнімдер өндіріліп жатқан жоқ, Ресейдегідей. Бізде ондай завод кәсіпорындар дамыған жоқ. Кедендік одақтың өзінен кеше қарап отырсаңыз, бүкіл Ресейдің ескі автокөліктерінің бізде сапасыз көліктерін сатылып жатқанда, соның барлығы бұл Ресейдің пайдасына жұмыс жасап жатқан одақтар. Ресеймен болған одақтардың барлығы тек қана Ресейдің мүддесіне құрылған. Солардың мүддесіне ыңғайланған. Ал енді ол одақтарды, экономикалық одақ, кедендік одақтарды Ресей ол деңгейден арғарай көтеріп, оны саяси одаққа айналдырмақшы да. Совет одағын қайта құрудың бір алғы шарты ретінде сол одақтарды олар пайдаланып отыр. Демек, бұдан келіп шығатын қорытынды, бізге ешқандай да бұл одақтардың керегі жоқтығы. Бізге экономикалық жағынан да тиімді. Саяси жағынан да тиімсіз. Сол шарты біз тәуелсіз боламыз. Тәуелсіз ұлтқа айналамыз. Сол себепті әйтеу түбінде біз Ресеймен одақ бола алмайтынымыз ақиқат. Сондықтан уақытты жібермей ертерек осы одақтардан шығуымыз тиіс. Ол осы одақтан шықпайтын болсақ, Ресей бізге соғыс ашып кетеді ау деген бір қорқыныш нелердің бәрін алып тастау керек. Тезірек, мүмкіншілігінше тезірек одақтан шығуымыз керек. Өйткені қоғам, халықтың да талабы сол ерте ме кеш пе шығатынымыз анық. Біз енді осы 30 жыл бойы көп векторлы саясат деп айтып келдік қой, сыртқы саясатта жақсы нәтиже берді, осы таңдаған жолымыз дұрыс болды деп. Бірақ қазіргі кезге қарасақ, ол бір тығырыққа келіп тірелген сияқты. Сіздер жалпы осы көп векторлы саясат Қазақстан ұстанған қалай бағалайсыздар? Рысбек.
Қазақстанды көп векторлы саясат деп үнемі айтады. Бұл Назарбаевтың саясатының бір жетістігі ретінде қарастырады. Негізінде қарап отырсаңыз, бізде ешқандай да көп векторлы саясат жоқ. Бізде бұл саясатта Ресей мен Қытайға басымдықты өте көп берген. Саяси жағынан болсын, экономикалық жағынан болсын, бізде көп жағдайда Қытай мен Ресейге басымдық бар. Ал бізге анау дамыған Жапониямен болмаса Германиямен, ақш-пен осы жағындағы саяси ынтымақтастығымыз, экономикалық ынтымақтастығымыз өте әлсіз деңгейде. Мынау кеше ғана марқұм болып кетті ғой, мынау Жапония премьер-министрі Синдзо Абе Қазақстанға сапар жасаған кезде бар жоғы біз $300 миллион ғана келісім шартқа отырдық. Ал Си Цзиньпин келді, сонымен Қатар келді, екеу келді. Си Цзиньпин келгенде артынан $21 миллиард келісім шартқа қол қойды. Қытайдың 56 зауытын көшіру мақсатында. Бұл қарап отырсаңыз, ешқандай да бізде көп векторлы саясат жоқ. Олармен тек қана айтып, сен жақсыдан мен жақсы болып, бір қатты тонның ішкі бауында біз араластық. Осы 30 жылдық Назарбаевтың саясатында ешқандай бір көп векторлы саясат болған жоқ. Тек қана Ресей, Қытай, осы екеу. Барлық жағдайда осыларға басымдық беріліп отырды. Сондықтан енді біз бұдан арылуымыз керек. Қытаймен де, Ресеймен де жаңа көп векторлы саясатта басымдықты біз батыс дамыған елдер, Еуропа елдеріне қарай, Америкаға қарай, Жапонияға қарай, Кореяға қарай осы басымдықты осыларға беруіміз керек деп есептеймін. Досаға, жалпы енді көп векторлы саясатта келдік қой, біз бұл енді бір осы тығырыққа тірелгеннің көрінісі, жоқ әлде әлемдегі геосаяси жағдай Қазақстанға таңдау жасау қажеттігіне әкеліп соғып тұр ма қазір? Көп векторлы саясаттың негізгі көрсеткіші бұл саяси идеологиялық бағыттағы белгілі бір топтарға, белгілі бір мемлекеттерге, одақтарға кірмеу еді. Өйткені сен белгілі бір НАТО-ға кірсең, олар бұрынғы Совет үкіметінің мұрагері Ресейге көзін алартып отқан шығар, Ресейге кірсең, олар батысқа көз алартып отқан. Қысқасы, саяси бағыттағы топтарға кірмеуге біз тырыстық кезінде. Бірақ кешегі Ресейдің соғысынан кейін біздің көп векторлы саясатымыздың нүктесі қойылды. Себебі біз қазір ОДКБ арқылы, Евразиялық одақ арқылы белгілі бір саяси бағыттағы елдердің не болмаса одақтың ішінде болып есептелеміз. Бұл көп векторлы саясат деп енді айта алмаймыз біз еш уақыттарда. Жаңағы көп векторлы саясат кейбір кездерде өзінің нәтижесін береді, уақытша нәтижелерін береді. Оны мойындауымыз керек. Сен жаңағы жалпаң етіп ана жаққа, жалпаң етіп мына жаққа ұшып барып әр жерге бір басың тыға бермейтін сияқты өзінің есі. Бірақ жаңағы ОДКБ мен Еуразиялық одақтың бағыты нақты анықталғаннан кейін біз агрессиялық елдердің ішіндегі Ресейдің нақты одақтасы болып есептелетін болғандықтан, және ең қызығы әскери одақтасымыз, және экономикалық одақтасымыз, барлық жағынан одақтасымыз. Сондықтан бұл жерде көп векторлы саясат туралы Қазақстанда әңгіме айту менің ойымша тоқталу керек сияқты. Біз қазір агрессияның жағындағы елдердің досымыз, соның жағындамыз қазақша айтқан уақытта. Иә, мүмкін әзірше әскери күштер экономикалық бағытта көмектесіп жатқан жоқ шығармыз. Бірақ олардың экономикасының біздің экономиканың байланысын ескерсек, біз солар арқылы бірге де таяқ жеп отырмыз. Демек, солар арқылы бірге қимылдауға тура келеді біздің саяси бағытымыз. Одан қазір қашып та алмаймыз. Не болмаса жаңағы өзіміз айтып отырғандай олардан шығуымыз керек та. Сол уақытта мүмкін баяғы ешбір саяси бағыттағы топтарға қосылмаймыз деген мәселені ұстап қалатын шығармыз. Жалпы енді осы Медведевтің мәлімдемесінен бастадық қой әңгімемізді. Бірақ осы уақытқа дейін не Ақорда, не Сыртқы істер министрлігі бұл мәлімдемеге байланысты ешқандай реакция танытқан жоқ. Жалпы Қазақстан билігі не себепті үнсіз отыр деп ойлайсыздар осы уақытқа дейін? Олар Медведевтің аккаунтын біреу пайдаланды деген мәселені қолдап отыр деп ойлаймын да. Соған сеніп отыр деп есептейсіз ғой. Не себепті сеніп отыр деп ойлайсыз? Соны сылтау алып отырған шығар мүмкін. Түсінікті. Рысбек, сіздің ойыңызша не себепті деп ойлайсыз? Әрине солай. Бұл жерде егер үйтіп айтпаған болса да, біздің биліктің үнсіз қалатыны анық. Аккаунт бұзылмады деп айтса да, жаңа Медведевтің ойы пікір осы деп айтқан күннің өзінде де біздің билік оған үнсіз қалатынына мен сенемін. Өйткені ештеңе дей алмайды оған. Деп келген жоқ, айтпаса. Осыған дейін қаншама адамдар мәлімдеме жасап келді, бірақ біздің ресми Ақорда оған ешқандай бір наразылық нотасын тапсырып, бір өзінің наразылығын білдіріп жатқанын көргеніміз жоқ. Сол себепті де ол жаңағы анау Медведевтің жаңағы аккаунты бұзылды деген сылтау оларға үнсіз қалатынына тіптен жақсы
сылтау болды деп есептеймін. Мен өз басым, егер Тоқаев мырза бір үлкен жиында осы мәселені жақсы, қатты жеріне жеткізіп айтып қалатынына шындығын айту керек, бір сенімім бар сияқты осы мәселені. Бірақ әңгіме сол уақытта айтқанда емес, енді ол заңды болар еді да, ана Санкт-Петербургтағы сөзінен кейін ол заңды болар еді, тағы бір жерде жақсылап айтып қалу. Бірақ әңгіме кез келген мемлекет өзінің басынан сөз асырмау керек та. Соны дәл уақытында айту керек. Мысалы, осы кеше шықты ма, одан кейін не сыртқы істер министрлігі, не президент тарапынан біздің алаңдаушылығымызды, не болмаса біздің ренішімізді анық білдіру керек та. Бұл өте керек нәрсе де, мемлекеттің өзінің беделі үшін, өзінің бетін сақтап қалу үшін, өзінің жаңағы үстінен сөз асырмайтын екенін көрсету үшін ол керек. Уақыт өтіп кеткеннен кейін тағы бір жиында айтқаны ол басқаша әсер береді. Мысалы, Тоқаевтың айтқаны тамаша, бәріміз қол шапалақтадық, жаңағы ЛНР менен ДНР туралы айтқан сөздері. Бірақ оның алдында ол Қырымды Ресей басып алғаны, оны агрессия деп санамаймын деген де сөз айтты. Украина шалқасынан сол уақыт дәл есімде. Қысқасы, кез келген уақыттарда сол уақытта айтылу керек та сол сөздер. Бұл саясаттың бір үлкен, не дейміз, жаңағы заңы. Тоқаев егерде бұл мәлімдемеге кейін пікір айтып жататын болса, бұл ішкі аудиторияға бір электораттың алдында бір Тоқаевтың беделін көтеру, Тоқаевтың имиджін көрсету есебінде пайдаланылады. Бірақ оны Ресей дәл сол уақытта айтпағаннан кейін дәл осындай қабылдамайды. Басқаша қабылдайды сәл. Жалпы енді біз 2014 жылдан бері осы Қазақстанда Украина сценарийі қайталануы мүмкін бе деген тақырыпты талқылап келе жатырмыз ғой. Енді қазіргі жағдайда егерде қайталанатын болса, енді Құдай бетін арғысын, қайталанатын болса, Қазақстан бұл қауіпке қарсы тұруға қаншалықты қауқарлы деп ойлайсыздар? Рысбек аға, осы сізден бастайық. Әрине енді қауқар бар деп ойлаймын. Өйткені біздің де қорғаныс саласымызда айтарлықтай қазір енді кемшілік бар рас. Бірақ десе де бізде қарап жатпаймыз. Мемлекет оған әрине қауқар танытылады. Біздің енді мынау түрік мемлекеттер одағы бар. Түркиямыз бар деп отырмыз енді. Бар сенгеніміз сол ғой енді. Қазір енді біз енді халықтың да бір өз мынау көңіл күйінің өзі бір несі сол енді. Әйтеу Ресей басып кіретін болса, мына жақтан түрік мемлекеттер бізге көмектеседі-ау деген бір ар жағында бір ішкі ойымыз, арманымыз бар өзі. Басқа біздің енді қазір сүйенеріміз жоқ қой, сенеріміз де жоқ, сүйенеріміз де жоқ. Шыны керек. Өзімізде енді қаншалықты қарсы тұра аламыз. Бірақ енді жалпы енді көрші мемлекеттер, түрік мемлекеттерді қарап жатпайды деген ішкі сенім бар біраз. Сондықтан Ресей тап бүгін қарсы бізге келе алмайды. Бізге егерде дәл сондай сценарий болатын болса, бірақ біз жаңа қауқарлы деп жатсыз, бірақ осы жол қаңтар оқиғасы кезінде тіпті біз ОДКБ-ден көмек сұрадық қой. Егерде қауқарлы болатын болсақ, не үшін сыртқы бір мемлекеттерден әскери көмек сұрадық? Жоқ, біздің әскеріміздің оған мүмкіндігі жететін еді. Бұл жерде жаңағы анау әскердің әрекетсіздігі болды. Әрине әскердің әрекетсіздігі болды. Осы қаңтар оқиғасы кезінде жаңағы анау мәсімтердің сатқындығы болды деген сияқты. Сол себепті ол ОДКБ-ны Тоқаев өзі әдейі алдырды. Ол кезде жаңағы сонда ішкі әскердің мүмкіндігі бар еді. Қаңтар оқиғасын басып ұстауға мүмкіндігі бар еді. Бірақ жаңағындай халыққа оқ атпай-ақ оны Тоқаев басқаша істеу керек еді. Оған мүмкіндік толық бар еді. Халыққа оқ атпай-ақ әскер. Дос аға, сіздің ойыңызша Қазақстан қаншалықты қауқарлы өз-өзін қорғай алатындай деңгейде ме? Бұл жерде екі сұрақ қой. Бірінші мәселе, жаңағы ОДКБ жөнінен бір ауыз сөз айтып кетейін. Шындығында президент күштік құрылымдардың басшыларына сенбеген сияқты. Басшыларына сенбеді, сондықтан шақыруға тура келді. Ол екінші мәселе. Енді жаңағы қаншалықты қауқарымыз бар дегенде, жалпы соғыс болған уақытта екі нәрсе негізгі фактор, негізгі рөл атқаратын екі мәселе болады. Бірінші мәселе ол қарулы күштердің
деңгейі, қарулы күштердің көптігі, оның қаруының жақсылығы, тағы басқа әскерге дайындығы бірінші жағы. Екінші жағы сол мемлекеттердің қайсарлығы, сол жердегі адамдардың жанкештілігі, отан үшін күресуге дайындығы. Естеріңізде болса, мысалы, Шечняның өзінде, жаңағы Шешенстанда 2 рет соғыс болды Ресеймен, 1 миллион адам 2 рет күрес болып, 2 рет Ресей соғыс жариялап, 2 рет келісімге келуге мәжбүр болды. Ол 1 миллион. Біз енді Құдайға шүкір 19 миллионбыз. Егер қазақ өзінің қайсарлығын, ержүректігін көрсете білсе, ондай халыққа ешкім бас салмайды, ондай халықты ешкім жаулап ала алмайды. Әңгіме қару басқада емес. Одан басқа адамда жаңа не дейміз, қарсылық психологиясы болу керек. Менің қорқатыным, біздер осы жылдардың ішінде қарсылық психологиясынан айырылып қалдық па деген ой. Шындығында да жанымызды беруге дайынбыз ба, өзіміздің отанымыз, еліміз үшін? Сондай идеология жүрді ма? Біз солай дайындықпен шықтық па? Біздің мемлекетімізді қорғай аламыз ба? Менің бір сөзімде, жер туралы сөзімді айттым ғой, егер жер ол менікі емес, мен жерді қорғамаймын, ол жер Кулагендікі, ол жер Терещенко деген бір сөзім бар. Сол сияқты, егер біз өзіміздің елімізге, жерімізге деген ренішіміз болса, ол жерді біз қорғай алмаймыз да. Ал егер мемлекет бізге барлық жағдай жасап, біз мемлекетімізді сүйіп, мемлекетімізді қастерлеп, билігімізге сенсек, осы екеуінің не дейміз, біріктірілуі мемлекет пен халықтың арасындағы, бұл кез келген сыртқы агрессияға қарсы тұратын екінші күш. Бірінші күш қарулы күш болса, екінші күш осындай сенім күші, қайсарлық күші, батырлық күші да. Байқайсыздар ма, бізді баяғыдан қазақ қандай халық десе, өзіміз үйретіп тастаған бізді орыстар. Біз мейірбан, дархан халықпыз, жомарт халықпыз деп сайраймыз да әр уақытта. Өйткені отар болғаннан кейін бізге сөйтіп үйреткен, миымызға құйып тастаған, сендер қонақ жайсыңдар, тағы басқа деп. Жоқ. Мынандай жерді ұстап тұру үшін қазақтың негізгі қасиеті батырлық, қайсарлық, ерлік болған. Бізге оны айтпаған Ресейдің кезінде. Бізге сендер қонақ жайсыңдар деп үйреткен. Жата беріңдер, шалпиып, келген адамдарға есіктеріңді ашып берді депті. Ал шындығында біз қайсар халық болмаса, батыр халық болмаса, осы шығмай жерді сақтап қалу мүмкін емес еді. Сондықтан сол батырлығымыз қайталап шыға ма? 30 жыл бойы ондай идеология жүргізілген жоқ бізде. Біз Қобыланды батырды оқып, мысалы, шыққан адамдарымызда, біз 6 жасымызда Қобыланды батырды оқып, содан тәрбие алдық та. Менің балдарым Қобыланды батырды оқымақ түгел білмейді. 6 сыныпқа барған уақытта Қобыланды батырды әдебиеттен оқитын шығар сонда ғана. Біздің тәрбиеміз мүлдем басқа. Осы 30 жылдың ішінде тәрбие өзгерді, идеялық бағыт өзгерді, құндылықтар өзгерді. Мен тек осыдан қорқамын. Әйтпесе қазақ, егер баяғы заман болса, мен күліп қояр едім де, Ресей бізді жаулап алады дегенге. Сондықтан айтып отырмын, тағы да айтыламын, әңгіме ең бастысы халықтың сол басқыншылыққа деген қайсарлығы, соны не дейміз жаңағы, өлсе де өзінің жерін бермеу психологиясының болуына байланысты болады. Және сіз идеология деп айтып қалдыңыз ғой, жалпы енді біз 30 жылда ұлттық идеология қалыптастырмағанымыз белгілі. Шала қазақ дейміз, таза қазақ дейміз, дінге бірнеше жік-жікке бөлінгенбіз, руға бөлінеміз. Жалпы енді бір сөзім айтқанда идеология қалыптасқан жоқ. Бірақ енді қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Бір жерге топтап үй сайық деп жатырмыз. Жалпы қазір алғышартын көріп отырсыз ба? Біздің бір ұлттық идентификация, өзімізді іздеу, бір жерге жұмылу деген сияқты. Соның бір алғышарттары бар ма? Жасалып жатыр ма? Бір саяси реформадан бөлек халық пен биліктің арасындағы сенім деген сияқты. Қалыптасып келе жатыр. Өкінішке орай ондай жоқ, және ең өкініштісі осындай бүкіл халықта не болмаса қазақ ұлтын біріктіретін мәселе көтерілген уақытта мемлекет оны алып кеткенін көрген жоқ. Мен 3 мысал айтайын. Бірінші мысал, жаңағы не дейміз, атын ұмытып тұрмын, солтүстікке көшейік деп бір сақал мұртты жігіт жүр ғой айқайлап жаңағы. Солтүстікке көшу мәселесін қайта. Иә, сол жігіт мысалы, сол идеология, жақсы идеология да, мысалы. Бұл төменнен шыққан идеология. Оны қолдаған мемлекетті көрген жоқпын. Екінші, осыдан 1 жыл бұрын Құдірет деген ба жігіт Батыс Қазақстанда қуаңшылық болып жатыр екен деп, қолына жаңағы орағын алып шықты да, қараңыздар. Өте қызық, өте бір халықтық үлкен батырлық кейіпкер. Міне идеологияның дайын тұрған. Осы қолдады ма? Жоқ, қолдаған жоқ. Қуат Ахметов деген азамат тіл майдан құрықта, тілдің қажеттілігін осылай жасау керек. Әркім өз тілі үшін өзін күресіңдер деп еді, ол бейшара елден қашуға тура келді. Қазір Түркияда жүр. Кеше ғана екеуміз сөйлестік. Қысқасы былай қараңыздаршы, сондай топ, сондай адамдар көтеріледі да, халықты біріктіретін идея солар көтеріп жатыр, шын айту керек. Белгілі бір саладағы, бағыттағы идеяны. Ол идеяны мемлекет қолдамайды. Әйтеуір халық шулағаннан кейін құрмет орден берді.
сөйтіп жаңағы оқуға түсірді. Халық шулағаннан кейін мен тағы айтайын, соған да көңіл бөлейін деп жатқан жоқ. Бірақ олардың жасағаны ұлтты біріктіретін, ұйыстыратын мәселе. Бәрін көтеріп отқан, үшеуін де көтеріп отқан. Ұлтты біріктіретін идея. Міне, идея төменнен шығады, халықтың арасынан шығады да, бірақ оны алып кетіп пайдаланатын, оны идеологияға жарататын мемлекет жоқ. Мемлекет қайта шошып жатыр бұлар шыққан сайын. Неге бұлардың аты шығып жатыр? Неге анау солтүстік мәселесі анау жігіт көтеріп жүр Шымкенттің? Неге бізге қарамайды халық? Неге оған қарайды деген мәселені олардың миында жатқан шығар деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша халықты біріктіретін идеология қазақтың ішінен шығады ғой, міндетті түрде. Қазақтың емес, жалпы қазақстандықтардың ішінен шығады. Бірақ оны алып кететін, оны қолданатын мемлекет. Біздің қолымызда ондай күш жоқ. Тек қана әлеуметтік желі болмаса. Оны идеяны идеологияға айналдыру керек та, сол арқылы топтастыру керек. Сондықтан бұның бәрі мемлекеттің жаңа не дейміз, міндеті. Сол міндетін атқара ала ма, атқара алмай ма, мен білмеймін. Ал жаңа Қазақстан жөнінен келсек, менің көзқарасым және бәріне анық шығар, ескі кадрлармен жаңа Қазақстан жасай алмайсың деген ол заңды, оны Тоқаевтың өзі мойындады керек десеңіздер, бірақ Тоқаев бір нәрсені мойындамай отыр, білмей отыр. Сол ескі Қазақстан ішінде өзі де бар екен. Бұл айтады, біз жаңа Қазақстан жасаймыз дейді. Мысалы, қалайша Ерлан Қарин 5 жыл бойы Нұр Отанның хатшысы болған. Сол қалай жаңа Қазақстан жасайды, маған айтыңдаршы. 5 жыл Нұр Отанды басқарған адам, мен миыма кірмейді. Әңгіме оның асарда болғаны, неше түрлі жаңа саяси ойын ойнағаны емес, мен оны жақсы көремін. Жақсы жігіт, ақылды жігіт. Бірақ ол бірақ жаңа Қазақстан жасай алмайды, осыны мойындау керек та. Себебі ол сол ескі Қазақстан жасаған адам. Онда ол 200 болып шығады. Егер ол айтса, мен жаңа Қазақстан жасай алмаймын, жігіттер десе, мен оның қолына алар едім. Тоқаевтың да қолына алар едім. Жаңа Қазақстан жасау үшін бір нәрсе керек. Әділетті сайлау жасау керек, жаңадан парламентті жасақтау керек та, сол күні барлық адамдар кету керек бұрынғы биліктегі. Жаңа парламент кету керек, ал адамдардың бәрін қойыңдар, саясатты жүргізіңдер деу керек та, Тоқаевтан бастап кету керек. Сол уақыттарда міне жаңа Қазақстан басталады, сол күннен бастап. Бірақ біз соған келеміз бе, мен білмеймін. Түсінікті. Рүстем аға, сіздің ойыңызша? Иә, әрине ол кез келген бір жағдай халықты әдетте біріктіреді өзі. Әсіресе мынау төтенше жағдай кезінде. Бізде тек қана осы кезде мемлекеттің биліктің қолдауы кемшін. Ол жаңағы дос ағам айтып кетті ғой. Ол енді белгілі дәрежеде осы қолдау бар мемлекеттің, бірақ ол өте әлсіз. Өте әлсіз деңгейде. Ал енді ертеңгі күні бізде соғыс бола қалған жағдайда халық бірге ме, басы бірге ме, бірікпей ме деген әңгімеге келген кезде ол әрине бірігеді. Өйткені мынау кеше анау Арыста болды, мәселен, анау өткенде Арыста жарылыс болды, анау оңтүстікте су алды. Сол кезде қайтты. Билікке қарап отырған жоқ. Халық, азаматтар өздері жаңағы қол үшін берді. Биліктен бұрын халық бұрын қозғалды. Азық-түлігін апарды, азаматтар барып жаңағы құтқару жұмыстарын істеді. Бұл жаңағы соғыс болмаса да, соғыстың жаңағы халықтың басына бір түскен нәубетке жалпы халықтың бірігу. Бұл қазақ халқының әлі де біріге алатындығында, әлі де ұлттық деңгейдегі, өзінің ұлт екенін көрсете алатын деңгейдегі, жоғары деңгейдегі ұлт екендігінің айғағы, көрінісі. Сол себепті де ертең күні біздің басымызға қандай да бір Ресей тарапынан бір соғыс бірдеңе туындаған жағдайда азаматтардың, қазақ азаматтарының соған топтас алатын мен оған сенемін. Өйткені анау жерде мынау мемлекеттік туымызға байланысты акциялар өтті ғой, жаңа атқа мініп алып азаматтар, не бір азаматтар шықты. Мен анадардың рухына, сол несіне көріп, мен қазақтың азаматтары бар деп есептеймін. Ондай әлі өліп қалған жоқ. Өйткені мынау аттың үстіне мінген азаматтарға мен сенемін. Ат мініп жүрген азаматтар. Мынау 30 жылғы Назарбаевтың дәуірінде біздің мына ауылды құртты ғой, ең бірінші. Назарбаев мынау болашағы жоқ деді, ауылды құртты. Қазақтың азаматтарының бәрі қаланың айналасына топтасты, амал жоқ. Өйткені ауылда тіршіліктің көзі болмаған себепті. Ал қалаға келген қазақтың азаматы жаңағы астындағы атынан айырылып қалды. Мынау астындағы аттан айырылған азамат өзі бір мүсәпірдің күйіне түседі. Мәселен, сіз көлік мініп жүріп, бір күн жаяу қалсаңыз, өзі мүсәпір сияқты болып қаласыз. Тура сол сияқты мынау аттың үстінде жүрген азаматтардың мен солардың бір ерік жігеріне, солардың ұлтқа деген бір сүйіспеншілігіне мен қатты риза боламын. Мынау оңтүстікте анау осыдан бір не ұйымдастырылды, көкпар ұйымдастырылды. 30-40 мың атты азаматтар жүр. Міне мен солардың кез келгені мен
ертеңгі күні қолына қару берсе мемлекетті қорғауға дайын екеніне мен сенемін. Сондай керемет мықты азаматтар бар бізде. Сондықтан бізде ол қазір қазақ азаматтар жоқ, біз әшейін құл болып қаламыз деген бір өзімізді бір сондай бір неден азат етейікші. Ең бірінші кезекте азаматтарды сондай нәрседен. Тек қана бізге мемлекетті қолдау керек. Ертеңгі соғыс бола жатқанда сол азаматтардың қолына біз қару бере алатындай мемлекет мүмкіндік жасаса, ары қарайғы мемлекетті қорғауды сол азаматтар алып кететініне мен әбден сенемін. Ондай азаматтар қалада да бар, далада да бар қазір. Алла бетін арғысын, бірақ соғыстың, бірақ қазақтың азаматтары әлі өле қойған жоқ, рухы өле қойған жоқ. Бір мықты жігіттер бар жаңағыдай. Бастайтын, көш бастайтын да жігіттер бар. Тек қана мемлекет соған мүмкіндік бермей жатыр. Мемлекет қолдау жасай алмай тұр. Кез келген салада болсын, тіл саласында болсын, жаңағы Қуат Ахметов сияқты болсын, кеше Бурахан Тағанов жаңағы айтып отыр. Мына көш мәселесін көтер. Соған мемлекет тарапынан қолдау жоқ. Дұрыс бағыттар жоқ. Әйтпесе солтүстікті қазақыландыруға алып келген мүмкіндігіміз бар еді біздің. Мынау Қарақалпақстанда біздің әлі де миллионға жуық қандастарымыз отыр. Қарақалпақстан бар, Өзбекстанның өзінде жалпы 3 миллион қазақ бар дейді ғой. Осыларды тезірек солтүстікке көшірудің қамын жасау керек. Мына қорғаныстың ең үлкен шабуыл дейді ғой. Мына футбол ойында. Тура сол сияқты біз алдымен мына солтүстік облыстарды қазақыландырсақ, сол нәрсені мемлекет қолға алу керек. Жаңағы мынау әскери саланы қару-жарақ мәселесін нығайтқанмен қатар солтүстік және ішкі сепаратистердің әрекетіне біз тосқауыл қойыламыз. Сондықтан мынау Қытай мен екі ортадағы шекарадан қандастарымыз көшіп келе алмай тұр қазір. Ар жақта миллионның үстінде қандасымыз бар, 1,5 миллион. Шекараны егер Тоқаев Си Цзиньпинмен келісіп осы мәселені көтеріп шекараны ашатын болса, қандастардың келіп жүк бүктерін буып түйіп келеміз деп отырған қандас, солардың бәрі солтүстікке апарсын. Ең бірінші кезекте жаңағы мынау жер мәселесі ғой mesela. Жер берсін, техникалық жағынан көмектесін, оларға бір қаржылай болмаса да бір аса бір қаржының да қажет етеді. Бір тиісіз-ақ солтүстікке апаруға болатын еді егер сол мәселелерді, жер мәселесін, техника мәселесін лизингпен беру, жерді бөліп беру, солтүстікке халық ағылайын деп отыр. Қолға алу керек еді. Соғыстан бұрын, мына қару-жарақтан бұрын ең бірінші мәселе сол нәрсені қол. Бірақ мемлекет тарапынан біз енді қазір ондай бір талпынысты, құлшынысты көріп отырғанымыз жоқ енді. Бәрі қаншама осылар айтылды осы мәселеге байланысты. Сол себепті мемлекет сол мәселені қолға алу керек. Түсінікті. Жалпы енді біздің уақытымызды жақындап қалыпты, бірақ енді бір жаңалық айта салайын. Осы тақырыбымызға байланысты Медведев өзінің аккаунтында жарияланған постқа байланысты қазір ғана мәлімдеме жасады. Онда ол бұл көршілерді араздастыру үшін жатқан шабуыл деп түсіндіріпті. Енді парақша бұзылды дегенге келтірген ғой. Осымен бағдарламамызды аяқтасақ, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар.